шал мен кемпір болыпты. Bir күні шал кемпіріне бауырсақ пісіруді бұйырады. Айта бақылы. Кемпір, маған бауырсақ әзірлеп берші. Үйде? Үйде ұн жоқ қой. Bir қаптағы ұннан маған бауырсақ әзірлеп берші. Деп, бауырсақ үйге кіріседі. Бауырсақты пісіріп, терезенің алдынан суытуға қояды. Біраздан соң бауырсақтың көзі, мұрны, аяғы, қолы шығып, терезеден секіріп түсіп домалай жөнеледі. Орманға қарай домалай жөнеледі. Кетіп бара жатса алдынан секіректеген қоян шығады. Бауырсақ, мен жеймін. Демес, мен саған өлең айтып, апамнан қастым, атамнан қастым, ал сенен қастым. Деп домалап жөнеле береді. Не қатыра жүр? Домалап бара жатса алдынан қасқыр шығады. Мен сені жеймін. Демес, мен саған өлең айтып, апамнан қастым, атамнан қастым, қоянымды қастым, ал сенен. Деп тағы домалай жөнеледі. Бұлай жақсы. Бауырсақ, мен сені жеп қоям. Сен мен саған өлең айтып, апамнан қастым, атамнан қастым, сенен қастым, қоянымнан қастым. Енді сенен қашам деп тағы домалай жөнеледі. Домалап бара жатырса алдынан бұл түлкі шығады. Ұстап ал. Мен сені жеймін. Сен мен саған өлең айтып, апамнан қастым, атамнан қастым, қоянымнан қастым, аюдан қастан қастым, аюдан қастым. Енді сенен қашам деп айтқан кезде түлкі не дейді? Менің құлағым естімейді, қаттырақ айт. Мені тұмсығыма шығып айтшы. Апамнан қастым, атамнан қастым, қоянымнан қастым, қасқырдан қастым, аюдан қастым. Енді сенен қашам Сенен қастым. деп секіре жөнелгенде түлкі ап етіп жеп қояды екен.